Құрметті қазақтар, қазақстандықтар, осыдан мен бір 3-4 ай бұрын келесі президент кім болады деп видео жолдап едім. Сол кезде комментарийлерді оқысаң, көптеген адамдар жазып жатыр. Солардың ішінде елдің бәрі өзінің рушылдығына тартты ма, түсінбеймін. Иманғали Тасмағамбетов президент болады деген, Аблязов деген мысал үшін. Сондай біраз ұсыныстар болды. Тіпті ішіне Ринат Зайтып та қосып қойған. Халық түсінбегеннен кейін айта береді ғой. Енді осы тақырыпқа қайтадан қайтып келетін болсақ, бәрібір сайлау болуы міндетті түрде болады. Бұл жерде мынаны айта кетейік. Мысал үшін Мұхтар Аблязов, Біләш сықылды, немесе мына Санжар Боқаев сықылды азаматтардың президент болу үшін Қазақстанда үлкен төңкеріс керек. Ол төңкеріс ешқашан болмайды. Себебі біздің қазақтардың бәріне бәрібір ұйықтап жатыр, халыққа бәрібір. Оның үстіне жартысы бәрі Алланың қолында бұйырғаны болады деп исламға бас ұрғандар жүр, нағыз фанат болып, алхамдулилля, мұсылманбыз деп. Осындай тірлікпенен халықтың арасында ауызбіршілік болмаса, осындай нашар жағдайда болсын, қиыншылық болсын, қымбатшылық болсын, көніп отыра береміз. Қазақ қойдан жуас деп. Енді естеріңе сала кетсек, Қазақстан алғаш осыдан 30 жыл бұрын бөлінген кезде бір қиыншылық кезінде Қазақстанды алға сүйреп шығарған азаматтарға тоқтала кетсек, ол естесіне Мұхтар Аблязов, Мұхтар Жакишев, Ғалымжан Жақиянов, Ораз Жандосов, Сауат Мыңбаев сықылды керемет азаматтар болған. Оның бәрін Назарбаевтың билігі алып қудалап, бәрін талқаны шығарып, бәрінің есін шығарып, осындай жағдайларға кептіреді. Аяғында шетел кеткен, қалғандар өз бизнестермен айланысып кетті. Осындай жағдайлар бар. Ал енді реально алып қарасақ, осылардың ешқайсысы барлығы, мысал үшін қазір президент болуға лайық еді. Аблязов та, Жакишев та, Жақиянов та, Ораз Жандосов та, Сауат Мыңбаев та, солардың бәрін, бірақ оларды өкінішке орай президенттік сайлауға ешқайсысын жібермейді. Ал енді нақты көзқараспен қарап көретін болсақ, қазіргі таңда президент болуға сайлауға түсіп қалады-ау деген мен екі адамды көріп отырмын. Олар қазіргі премьер-министр Олжас Бектенов пенен Сенаттың төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов. Енді осы екеуінің арасын салыстырып көретін болсақ, Олжас Бектенов президенттікке мүлдем лайық емес, қазіргі правительствоның жұмысында дұрыс жүргізе алмай отыр. Ал Ерлан Жақанұлы Қошановқа келетін болсақ, ол саяси жағынан болсын, басқа жағынан болсын, өте дайындығы мықты адам. Ол Назарбаевтың кезінде де ең төменгі сатыдан жұмыс бастап, содан әртүрлі қызметтерді істеп, бәр жерінде абыроймен жүріп, ешкіммен ұрсыспай, қырылыспай, тіл табысып қана жүрген дипломат. Ал енді Ерлан Жақанұлы Қошанов қазіргі билікті алып қарасақ, о жерде де жұмысын жүргізіп, қатты көзге түспей, байқалмай, қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да саясаттарын дұрыс іске жүргізіп отырған азаматтардың біреуі. Мен в любом случае қазір ойлап отырмын, қалай алып қарасақ та, осы араларында сайлауға тартыс болып кетсе, менің ойымша Ерлан Жақанұлы Қошанов президент болады деп ойлаймын. Сіздер тағы да кімді көресіздер? Тағы да кімді президент болып қалады-ау деген ойларың бар. Соны комментарийға жазып, біраз ұсыныстар жасап көріңіздер. Мен Асан Смағұлов, Алматы қаласынан. Россияда моншаға түсіп жатқан мигранттармен не істегенін көрдіңіздер ғой? Бүкіл әлеуметтік желіде толып жүр. Қырғыздар ма, қатарында өзбектер, тәжіктер бар шығар, көбі қырғыздар дейді. Ана силовая структура орыстардың кіріп келіп, русская община дегені бар. Барлығы маска киіп алған, беттері бір гектар талтайып тұрып алған, қолдарында дубинка.
моншаға түсіп жатқан адамдарды қылмыс істеп жатқан емес, мал сойып жатқан или бір қарақшылық істеп жатқан, ұрлық істеп жатқан адамдар емес. Моншаға түсіп жатқан еркектердің кәдімгі моншасы ылғи еркектер моншаға түсіп жатқан адамдарды кіріп келіп, есік теуіп келіп, бәрін ұрып соғып, киіндіруге мұрша бермей, жерге мал құсатып жатқызып қойған. Мұны қалай түсінуге болады, а? Мына бар ғой, мазақтау ғой, мына мемлекетті, мына бір Қырғызстанның мемлекетін мазақ қылу, Өзбектің мемлекетін мазақ қылу, оларды қорлау, оларды мойындамау, өздерінің төмен санау деп мен солай санаймын. Егер де сол қырғыз өзбектердің орнында, тәжіктердің орнында француздар жұмылып жатсыншы, соны істей ме? Орыс мемлекеті не болмаса ағылшындар түсіп жатса, немістер түсіп жатса, соны істей ме? Оны істеуге духтары жетпейтін еді, сол моншаның маңайына да бара алмас еді олар. Істеп көрсе елден бүкіл дүние шулап кететін еді. Ал қырғыздарға істеуге болады оны, оларды қорлауға болады. Бұны қалай түсінуге болады, а? Өздері келіп, кім Лавров па, кім қайта келіп, өздерінше қонаққа келіп, немереге братская страна деп құшақтасқанда сондай, ал халықты қорлап жатыр. Олар бала шағаларын асырау үшін өзіміздің одақта болған мемлекет деп келіп жұмыс істеуге келген адамдар ғой, олар қылмыскерлер емес. Арасында бірен саран может рұқсатсыз келген бар шығар. Ол да жұмыс істеуге келді. Мүмкін жоқ шығар. Аналардың барлығында немене құжаттар бар адамдар. Заңды түрде келген адамдар. Ондай болатын болса неге қорғайды? Ит емес қой, жатқызып қоятын, тепкілейтін. Денелерін жалаңаш, денелерінде дубинканың іздері бар. Сол үшін құқық қорғау органдарда кім болды? Русская община деген дармоедтерді. Соларға қылмыстық іс қозғау керек. Мен олар дармоед деп санаймын. Өйткені елінде соғыс болып жатыр. Мигранттарды соғып, жинап, қорқытып, үркітіп, контракт неметкізге қол қойдырғанша өздері бар неге соғыспайды, өздерінің жерін неге қорғамайды? Мынау барып тұрған қылмыскерлер деп санаймын мен оларды. Олардың іс әрекетінде қылмыстық құрам бар. Олардың өздеріне іс қозғау керек. Бүкіл мемлекетті қорлап отыр. Білмеймін, Қырғызстан мемлекеті наразылық жіберді дейді. Өте дұрыс деген, наразылыққа жібермеу керек. Жауапқа тарту керек, қылмыстық іс қозғату керек. Келесі жолы олар істемейтін болады сонда оны. Міне ертең Қырғызстанға келген орыстар, 100 орыс моншаға түсіп жатсын, ылғи орыстар. Соны қырғыздар келіп, не болмаса Қазақстанда ұрып соғып, жерге жатқызып қойсақ, жалаңсыз күйіндерінде, онда не болатын еді? Арттарын жыртып тұрып айғайлайтын еді мына бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында. Нацистер, ұлтшылдар, қазақ, қырғыздар деп. Мына жерде оларға болады. Келіп, жұмыстан келген қырғыздардың, өзбектердің балалары мектеп келсе алмайды. Бірінші қырғызша үйреніңдер деп. Балалардың жазығы қанша, балаларға да қорлық көрсетіп жатыр, оқытпай жатыр. Оларға болады оны істеу. Біз қазір мектепке алмай қойықшы орыстың балаларын. Бірінші қазақша үйреніңдер деп, или қырғызша үйреніңдер деп. Шудың көкесі болатын еді. Жоқ, біз тәуелсіз, егеменді мемлекеттерміз. Орыс болсын, кім болсын, ағылшын болсын, барлығымен терезесі тең мемлекет ретінде сөйлесуіміз керек. Ешкімді басқа шығармау керек. Бұға берсең, суға береді деген қазақтың сөзі бар. Оның мағынасы терең. Адамның құқы қайда болсын қорғалу керек. Ол ағылшын ба, қырғыз ба, қазақ ба, бардың құқылары бірдей қорғалуға тиіс. Тіркеліп отырыңыздар.